Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Біз бүгін тауықтың аяқтарын пеште, яғни духовкада дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін не керек болады? Мен енді бүгін өзім үй жағдайында қалай дайындайтынымды жайлы сіздерге айта кетейін дедім. Жақсылап тауықтың аяқтарын өздеріңіз таңдап алған аяқтарын жақсылап жуып, тазалап, керек еместерін кесіп алып тастағаннан кейін яғни осы тауықтың аяқтарын біз жақсылап маринадтайтын боламыз. Маринадтаған кезде қалай? Бұл жерге артық ештеңке керек емес. Мен мысалы үшін екі түрлі әдіспен жасаймын. Біреусі кетчуп майонезбен маринадтаймын. Тұзбен пияз қосу арқылы. Екіншісін бұрыш, паприка және тұз арқылы. Қазір енді мына жерде мен бұрыш, тұзын салып қойдым. Жақсылап өйткені жуа салып, мен жақсылап тұзын салып қоям. Тұзы кішкене сіңіп тұру керек. Өздеріңіз дәміне қарай саласыздар ғой тұзын. Мына жерде менде 3 килограмм, 4 килограммдай окорочка. 4 килограмм окорочкаға қазір енді біз бұл жерде менің қосатыным қара бұрыш және паприка, сонымен қатар тұз, басқа артық ештеңе де керек емес. Қазір енді осы паприканы, тұзды, бұрышты бәрін салып аламыз дағыны. Жақсылап араластырып алайын. Содан кейін бір пиязым жасасам да болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Бұл жерде паприка менде тәтті, жаңағыдай ащы емес. Бұрышым, қара бұрышым. Көбінесе мен бұрышты килограммдап сататын жерден аламын. Сол бұрыштар, қара бұрыштар өте дәмді келеді. Пачкадегі бұрыштарға қарағанда. Тағы бір кезде сіздерге көрсететін болам. Майонезбен, кетчуппен қалай соус жасап, осылай маринадтайтынымды. Қазір енді бұл жерде мен тұздап қойғандықтан сәл ғана тұз қостым. Негізі тұзды дәміне қарай жақсылап қосасыздар. Өйткені тұзы бәрі сіңу керек. Және паприка деген өздеріңіз білесіздер, қызартып, сондай керемет өзіне қызарып пісуіне де, сонымен қатар дәмді болуына да үлесін қосады. Енді қазір мына пиязымызды, ірірек қып туралған пиязымызды қосып жібереміз. Духовкаға салған кезде, яғни ыстық пешке салған кезде, осы пиязымызды да күйіп кетпес үшін ортасына қаратай салатын боламыз. Оны сіздерге көрсететін болам. Менің мына окорочка ең басты жақсылап жуып, тазалап, оның бәрін енді көрсетпейін деп шештім. Өйткені оны бәріңіз білесіздер, қалай жуып тазалау керек екенін. Оның бәрі уақытты алады. Сол себептен сіздерге нақты түсініктірек болсын деп, осы маринадтау кезін, сонымен қатар қанша уақытқа қою керек екендігін айта кетейін дедім. Енді бұл дәл осылай қылып, осы маринадпен шашлықты жасауға болады. Шашлықты да дәл осы маринадпен. Және духовкаға да пісірсеңіздер өте дәмді болып шығады. Үлкен қасықпен 2 қасық паприка қосылғаны, кіші қасықпен 1 қасықтай бұрыш және тұз. 4 килограммға менде үлкен қасықпен 1,5 қасықтай тұз кетті. Паприка сіздер өздеріңіз бұдан да көбірек қосамыз десеңіздер де қосуға болады. Маған осы жеткілікті. Енді осы маринадтаған тауықтың аяқтарын 1 сағатқа, даже 1,5 сағатқа қойсаңыздар да болады. 2 сағатта артық етпейді, мысалы үшін. Асығып, үйде асыққан кезде және оңай, қолда бар приправалармен өстіп тез жасай салуға да болады. Паприкада міндетті емес. Қаласаңыздар бұрышпен, тұзбен, пиязбен де өте дәмді болып шығады. Артық ештеңке. Мына жерде майлы болып кетпейді, өзінің согында піседі. Майонезбен, кетчуппен жасағанда көп адамдар майонезді қолданбай жатады. Бірақ майонез қолданбайтын кісілерге міне осы вариант жақсы вариант. Майонезбен де жасайтын көрсетем, өйткені ол да керемет бір дәм береді, сочный болады. Мен оны да бір күн түсіретін болам. Міне болды, енді осы маринадтаған тауықтың аяқтарын қазір мен 1,5 сағатқа қойып қоям. Оғанға дейін мен қазір картобымды дайындайтын болам. Картобымды аршып, және духовкаға салатын листіма қалай салатынымды сіздерге көрсететін болам. Ара-арасында сіздер осылай араластырып тұру керексіздер.
міндетті түрде араласып тұрыңыздар арасында. Өйткені 1 сағат деп қойып тастап кетпей, 1 сағаттың ішінде жарты сағатта бір осылай араластырып қойыңыздар. 15 минутта бір естеріңізге түскен кезде өстіп араластырып қойсаңыздар, дәмі сіңіп керемет болады. Қолмен араластырғанға әрине жетпейді. Қысып өзінің соғы бөлінеді. Мінекей. Жақыннан қарағанда міне қандай осындай әдемі болады. Мінекей, картопымызды аршып, пісіретін духовкаға салатын листімізді жақсылап майлап алдық. Енді үстінен міне картопымызды осындай қалыңдықта, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мынадай қалыңдықта осылай кесіп, бір картопты мынандай 2-3-ке бөліп қоя бересіздер. Қалыңырақ болу керек. Өйткені сіздердің еттеріңіз пісіп болғанша бұл езілмей жақсы пісетін болады. Картопты осылай ортасынан кесіп қоя бересіздер. Сақтап кескеннен гөрі осылай турасаңыздар картопты, кейін столға қойған кезде жаңағы соғы бөлінеді ғой еттің. Сонымен қосылып, өзі бір ерекше астында, еттің астында тұрғандықтан, жаңа тауықтың окорочкамыздың астында тұрғандықтан, ерекше дәмі сіңіп, тұзы сіңіп, сондай бір керемет болады. Картопты тұздамаймыз, ешнәрсе істемейміз, осылай астына қоямыз. Өйткені жаңа маринадтап қойған етіміздің дәмі осы соғы бөлінген кезде осы картопқа сіңетін болады. Мына жерде 1 килограммдай, 1 килограммнан 200 граммдай асады картошкам менің. Сондай картоп қосасыздар, өздеріңіз көз мөлшермен, үйде қанша адам бар, соған есептейсіздер ғой. Мен кешкі асқа қазір дайындап жатырмын. Маған осылай 1,5 килограмм картоп қажет болды. Артылып қалып жатса, кескен кезде, онда келесі тамаққа алып қала салсаңыздар да болады ғой. Мінекей, осындай әдемілеп, қалыңырақ кесіп, барлық жерге бір келке етіп тізіп шығасыздар. Мінекей, менікі осымен толды. Енді аларды дұрыстап орналастырып аламын барлығын. Мінекей, осындай әдістермен жақсылап жаңа картопымызды тізіп алдық. Енді осының үстінен жаңа 2 сағат маринадтадым, 2 сағат уақыт ұстадым. Маринадтап қойған етімді мінекей дайын болды. Арасында жаңа 15-20 минут сайын есіме түскен кезде араластырып тұрдым. Енді осы ет, жаңа маринадтаған етіміздің ішіндегі пиязымыз бар ғой, сол пиязды осы картоптың үстінен былай тізіп шығасыздар. Өйткені пиязды бетіне салсаңыздар, пияз күйіп кетеді. Ал картоптың үстінен қойсаңыздар, ол жаңағы дәмді ғой. Өзін ерекше дәмді болып, күймей, сондай дәмді болып піседі. Бүкіл ішіндегі жаңағы еттің, тауықтың аяқтарының арасындағы пияздың бәрін теріп алып, осылай картоптың үстінен сеуіп шығасыздар ең бірінші. Мінекей, осылай барлық бәріміз сеуіп шықтық. Пияз менде бұл жерде 2 пияз болды, орташа көлемдегі. Өздеріңіз білесіздер, пияз ұнататын кісілер 2-3 қоса бересіздер ол маринадтау кезінде. Артық етпейді, дәмді болады. Мен 2 қостым. Мінекей, енді барлық пиязымыздың бәрін тізіп алдық. Ендігі кезекте етімізді міне өздеріңіз реттеп, әдемілеп осылай тізіп шығасыздар үстінен. Картошканы ешқандай да картопты жаңағыдай тұздамаймыз. Өйткені мен етімнің тұзы бәрі есептелінді. Осылай өзі соғы бөлініп, қазір айттым ғой жаңа. Еттің тұзы бөлініп, соқтары бөлінген кезде, мына астында асықпай, мен 150 градуста 1 сағатта пісіретін болам. Сондықтан да асықпай, бұл жақсылап, жаңа өз бабымен
150 градуста 1 сағаттың ішінде жаңағы согымен былқылдап астындағы картопымызға дәмі сіңіп, сондай керемет болып піседі. Еттеріңіз де сондай керемет болады. Сондықтан тұздап керек емес, артық ешқандай ештеңе қосып керек емес. Мен мынандай неше түрлі приправалардың бәрін қоспаймын. Өйткені білмеймін неге екенін, өзіме ондай жаңағы артық дәмдер онша ұнай бермейді. Мына бұрыш, паприка, тұз, пияз, міне соның өзі жеткілікті. Соның өзі сіздердің жаңағы мына еттеріңізге сондай бір керемет дәм береді. Өзінен бөлінген қалған согын бәрі міне осылай картоп көрініп тұрған жерге бүйтіп құйып тастайсыздар. Бөлінген согының бәрін. Сонымен болды мінекей. Әдемілеп, жақсылап жаймалап, ашық жерін қалдырмай, мінекей өстіп пісіресіздер. 150 градуста қызып тұрған пешке 1 сағатқа ұстайсыздар. Одан кейін 1 сағат өткеннен кейін жаңағы көп кісілер бізде жаңағы красный корочкамен қызарып піскенді ұнатып жатады ғой. Сіздерге мынау өзі жаңағы жеткілікті қызарып піседі негізі. Осының өзі де 1 сағатта 150 градуста жеткілікті болады. Бірақ та хрустящий корочкамен десеңіздер, онда артынан 1 сағат өткеннен кейін градусын көбейтіп, максимальный градусқа или 200 градусқа жаңағы көбейтіп қойып градусын тағы бір 5 минут ұстап жіберсеңіздер, қызарып керемет пісетін болады. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта әлі кереметте рецепттер болады. Осы тауықтың аяғын, яғни окорочканы тағы да басқа да әдістермен маринадта пісіру жолдарын тағы да түсіретін боламын. Бүгін мінекей кешкі асқа осындай қарапайым ғана, бірақ өте дәмді тағам. Мерекелік дастарханға да қоюға болатын тағам. Бір жағына картоптың, екінші жағына жаңағы тауықтың аяқтарын, яғни окорочкамызды қоя береміз. Мінекей, қазір енді пісіреміз 1 сағат 150 градуста. Мінекей, құрметті оқырмандарым, біздің тауығымыздың аяғы, окорочкамыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей, бағана айттым, өзінің согы бөлініп, сочный болып күшті піседі дедім. Мінекей, қаншама согы бөлініп тұр. Картошкамыз өте дәмді болып шығады. Құрғақ болып күйіп бітпейді, әдемі болады. Қазір мен табаққа саламын, сіздерге ортаға тарелкаға, сосын көрсетемін. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар қандай әдемі. Қазір табамызға саламыз енді. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет, сочный болып пісті. Қаншама сок бөлініп тұр мінекей өзінен. Картопымызға дәмі сіңіп, сондай керемет болып піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецепт өте қарапайым, артық ештеңкесі жоқ, қосымша приправалардың дәмі шығып кетпейді. Міне красный корочкамен керемет болып пісті. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет, назарларыңызға. Астарыңыз дәмді болсын.